Осы кітаптың өзінің аты айтып тұр да, ерке. Жалпы қыз бала үйінде ерке болу керек. Тұрмысқа шыққан кезде қамқорлықта болу керек. Әже болған кезде әдемі қартаю керек. Осы жағдайды еркек ұйымдастыру керек. Қыз кезінде ерке, бірақ күйеуге тиген кезде тоздырып жіберіп, сосын қартайған кезде қай күн өлем деп отыратын ана болмау керек. Сол себептен атын да қойған. Еркем, өмірің болсын көркем. Мысалға, қайсы бір үйге барған кездерде мен қонаққа барам, бір жерлерге барам ғой, сонда жаңағы үйден бір әдемі әже көрсем, бірден білем да, бұл әулеттің еркектері мықты. Өйткені қыз баланы тоздырмай қартайту үшін еркектердің қамқорлығы керек қой ол жерде. Ер адамның мықтылығын әйелінің әдемілігінен қарап көруге болады. Мысалға, кейбір қыздар мынандай болады. Ата-анасының үйінде жүргенде кішкене замкнутый жабықтау болады. Бірақ жақсы жігітке шықса ашылып гүл ашып кетеді. Керемет көркем, танымай қаласың. Қандай келісті келіншек деп ойлайсың, бірақ оның ар жағында мықты ер азаматтың қамқорлығы, мықты ер азаматтың поддержкасы тұрғанын көресің. Сондықтан өзі ерлі зайыптылар бір-бірін дәл тапқан кезде екеуі де 60-та болса 50-дегідей, 50-де болса 40-тағыдай көрініп тұрады.